27 желтоқсан 2023 жыл. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Құрметті Қазақ Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа мырзаға және де өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Бисімбайұлы Шарлапаев мырзаға Маңғыстау облысы тұрғындарының атынан үндеу. Бірнеше жылдан бері елімізге Грузия мен Біріккен Араб Әмірлігіне жеңіл автокөліктері әкелу үрдіске айналды. Алыс және жақын шетелде көлік құралдарының бағасы арзан және сапасы жақсы. Біздер осы елдердің өзіміздің адал еңбегімізбен бала шаға несібесіне деп көлік әкелдік. Қазіргі таңда кедендік рәсімдер төлеп транзит номерін айдап жүрміз. Қазақстан утилизационный сборының алғашқы тіркеу бағасы тым жоғары. Сол себептен біздер көліктерімізге қазақ номері ала алмай отырмыз. Мысалға айтар болсақ, 2,5 көлемдегі көлікке утилизационный сбор 862.500 теңге, ал 3,5 көлемдегі көлікке 1,925.500 алғашқы тіркеу, 1,725.500 құрап отыр. Бұл қайдан, не себептен шыққан баға біз білмейміз. Ешқандай ұйым осыны түсіндіріп біздерге айтқан жоқ. Сондықтан осы айтылғандар ескере отырып, утилизационный сборға 100 мыңға алғашқы тіркеуді 100 мыңға түсіріп беруін сұраймыз. Және де қыркүйек айынан кейін кірген шетелдік автокөліктердің рәсімдерін рәсімдеу. Сосын күні кеше халық атынан шығып белсенділік танытып жүрген белсенді топ мүшелері Еркебұлан мен Даниярға орган тараптарынан қысым болған видеоны куәсі болдық. Жігіттерге қысым жасау тоқтатылсын. Біз осы жігіттерді соңына дейін қолдайтынымызды қаперлеріңізге береміз. Бұл азаматтарды қашанда назарда ұстайтын боламыз. Жаңа Қазақстанда жаңа шешімдер шығатынына сенеміз. Құрметпен Маңғыстау облысының тұрғындары. Қолдаймыз ба? Қолдаймыз ба? Қолдаймыз ба?